топқа бөлінген ерекше, себебі біздерде топ 4-еу, бірақ мына қазақта асық ойынын білесіздер, ұлттық ойын, осы жаңағы қазақтың ата-бабамыздың дәстүрінде біздің баламыз, ұрпағымыз епті болсын, шапшаңдылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу мақсатында осы асық ойынына, яғни асық ойынымен тәрбиелеген екен. Соған байланысты осы асықтың түрлерімен, яғни топқа бөлінеміз. Бұл асықтың ішінде бір қызығы 5 түр бар, бірақ бізде топ 4-еу. Біз қазір асықты таңдау бойынша отырған орындықтарға мөлшерлеп алынады. Одан кейін, егер соңғы қалған мына орындыққа жетіспей қалған балдар болса, аралас топ болып бір топ шығуы мүмкін, болмаса 4 түрге бөлінуі мүмкін. Оны енді қазір балдардың асық таңдауынан көріп кеттік. Асықтарды алайық. Асықты алғысы келмеді. Асықты аламыз. Ашып алайық. Топқа бөлініп алды. Енді біздер өткен алдыңғы сабақ бойынша алдыңғы бөлімді еске түсіріп айталап жіберейік. Мен қазір сұрағымды қағып ал әдісі бойынша сіздерге сұрағымды қағып ал әдісінің шарты, мен қазір сіздерге сұрақ қойып арқылы жауапты жіберемін, жолдаймын. Сол жауапты қағып алғаннан кейін маған жауаптарыңызды беріп, өзіме кері қайтарасыздар. Түсінікті ғой, шартты түсіндіңіздер ме? Мына жерде Нұрғалиға мына белгі нені білді? Бұл белгі жаяу жүргіншілер белгісі. Жақсы, өте тамаша. Неше түрге бөлінеді? Көлік төрт түрге бөлінеді. Қандай? Әуе көлігі, жай көлік, су көлігі, жеңіл көлік. Сөйлесіп көрмейінше оның қандай адам екенін көз жеткізу мүмкін емес. Жақсы. Екінші топ. Арсен. Бұл тапсырма бойынша барлық балдар өте жақсы жауап берді. Біздің бүгінгі бағалауымыз сыртқы келбетке байланысты өте әдемі, сүйкімді адамның келбеті. Одан кейін, егер де сіздер ондай жауап бере алмай қалады деген ойда емеспін, бірақ дегенмен, егер дұрыс жауап қанағаттанарлықсыз болса, мынандай келбетке ие болып қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да бүгін тырысуымыз керек барлық тапсырмаларды. Олай болса, мен 4 топқа да өте әдемі келісті келбетті сынағын бағалаймын. Жақсы, осы тапсырма бойынша бір-бірімізді бағалап жіберейікші. Алислам, қай топта бағалайсыз? Менің 4-ші топта. 4-ші топта. Не себебі? Менің ойымша себебі олар сұрақты нақты және де әдебиетті сөздермен қойды. Жақсы. Бірінші топ. Айгүл. Мен 2-ші топты бағалаймын. Себебі бұл топтар өздері әдемі жауап берді және де мәтінге жоспарды әдемі құрды. Әдемі құрды. Сен қанағаттандың, не? Жақсы. Балдар, біздерде сабақтың басында топқа бөлінгенде асық таңдадыңыздар ғой, Осы асықты таңдағанда мен қарап отырмын. Ішінде боялмаған асықтар бар еді, сіздер оны таңдамағансыздар. Боялған асықты таңдағансыздар, не себептен таңдадыңыздар? Не себептен не жағады? Себебі оның сыртқы түсіне және қызықты әдемі болып мен асықтың кейпіне қараймын және оның боялған түсіне көре таңдады. Ал боялмаған асық не себептен боялған асықтың қасында ондай қатты әсер болмаған. Ондай керемет көзіңе түспегесін сен таңдамадың, Жақсы. Сіздер енді келесі сабақта осындай топқа бөлу болған кезде сыртқы бүгінгі сабағымызға байланысты осыны не ұғып, не түсініп отырсыздар? Осы боялмаған асықты келесі сабақта алар ма едіңіздер? Алар едіңіздер, себебі неге?
да бір зат болса да, оның тек сыртқы келбетімен шектеліп қалмау керек екен, иә? Жақсы, олай болса, фокус формуласы әдісі бойынша бүгінгі сабақта әрқайсысында не қыласыңдар, төрт сөйлем әдісін жазасыздар. Бүгінгі сабақта не үйрендіңдер, бір сөйлеммен жеткізесіңдер, өз пікірлеріңді сөйлеммен айтасыздар, бір сөйлеммен сосын пікірлеріңді өмірмен байланыстырып айтасыздар. Сіздерге тексті келбетке ие болыңыздар. Енді балалар тағы да кітаптарымызға назар аударайық. Кітапта беріліп тұрған екінші тапсырма бойынша сурет беріліп тұр, иә, кітаптарыңызда. Неге де шығарып қойдым, экранға да қараңыздар. Осы суреттегі балалардың сыртқы келбетіне қарап, сын есімді қолданып, бүгінгі сабақ тақырыбына қатысты сипаттама беріп, өз ойларыңызды айтасыз. Сыпайы және де мейірімді қыз секілді. Қандай есімді қолданасыз? Сыпайы, мейірімді сияқты көрінеді және оның сырт келбетіне қараған кезде ол жақсы қыз болып көрінеді. Қандай есімді қолдандың? Жақсы болып Тәжтай. Сосын? жақсы. Жақсы, балалар. Үй тапсырмасы, яғни 13-ші тапсырма 132-ші бетте қарай қойыңыздар кітаптарыңызда. Осы мақалды, беріп тұрған мақалды, яғни сөйлемдердің тақырыбына байланыстырып, біреуін таңдап аласыздар да, өз ойыңызды таратып жазасыздар. Түсінікті ғой, иә? Олай болса, біздер қазір қоржын тұр, осы қоржынға өзіміздің осы бүгінгі сабақтан алған әсерімізді алдарыңыздағы стикерге жазып сала қойып жатсыздар ғой. Осы әсерлеріңізді мына қоржынға қазір сала қоясыздар, иә? Жазып толтырып